бұл біздің елдерімізге ортақ құндылық десек те артық айтқанымыз емес. Себебі қазіргі таңда әсіресе соңғы жылдары Қытаймен көптеген байланыстарымыз жанданып, дамудың бір жаңа бір белесіне бағытталды. Осы ретте ақш саясаткері дипломатия корифейіне саналатын Генри Киссинджердің мына бір сөзі есіме оралып тұр. Қытайды жете танып білу үшін, әріптес болу үшін, оның салт дәстүрі мен мәдениетін терең зерделеу керек қажет деген сөз бар. Бұл былай тәпсірлеп қараған кезде біздің халықтарымыз сонау тарихтың терең қойнауына үңілетін болсақ, Ұлы Жібек жолының бастауында тұрған халықтар. Сонау ерте көне замандардан бері біздің мемлекеттер арасында, елдер арасында ешқандай да бір көңілге кірбің салатындай кикілжің болған емес. Ешқандай да Қытай тарапынан тосқауылдар болған емес. Мінекей осының салсақ, бұл нақты бір дипломатияда, халықаралық ынтымақтастықта бір үлкен рөл ойнайды.